Біріккен Араб Әмірліктерінде ресми сапармен барған Қасым-Жомарт Тоқаев Абу-Даби қаласында өткен дөңгелек үстелде Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы тауар айналымы және инвестиция туралы бірнеше дерек келтірді. Президенттің келтірген дерегі рас па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Шынайы және тексерілген ақпараттармен күнделікті танысу үшін каналға жазыл, біздің видеоларымызға лайк бас және достарыңа тарат. Осылайша сен өзіңді ғана емес, басқа да көрермендерді тексерілген ақпаратпен таныстыра аласың. Президенттің келтірген дерегі мынау. Біріккен Араб Әмірлігі Қазақстанға шамамен 3 миллиард доллар инвестиция құйды. Ал Қазақстан Біріккен Араб Әмірлігіне миллиард доллардан астам инвестиция салды. Тоқаев нақты қай уақыт аралығын меңзегені белгісіз, алайда президенттің келтірген дерегі рас. Мәселен, Ұлттық банктың 2005-2021 жыл аралығындағы мәліметіне сәйкес, Қазақстанға Біріккен Араб Әмірліктерінен тікелей инвестиция 2,9 миллиард доллар болған. Ұлттық банктың дерегіне сай, қазақстандық инвестициялар 2006 жылдан бастап Біріккен Араб Әмірліктерінен құйған инвестиция 1,1 миллиард долларға жеткен. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. 2022 жылдың аяғында елдеріміз арасындағы тауар айналымы шамамен 600 миллион долларға жетті. Тоқаев 2022 жылдың аяғы деп айтқанда нақты қай уақыттарды айтқаны белгісіз. Ашық дерек көзде тек қаңтар-қараша аралығындағы көрсеткіштер бар. Осыған сай екі жақтық тауар айналымы 610,2 миллион ақш доллары болған. Егер мақаламен толық танысамын десеңіз, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп оқи аласыз.